Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен балалықтың бал дәмі орешки жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен өте керемет, жеңіл дайындалатын тегін мастер-класстармен үнемі бөлісіп отыратын боламын. Олай болса, бірге дайындайық. Ең алдымен ұнымызды аламыз, оның үстіне мұздай сармайымызды алып, қолдың көмегімен осылай жақсылап езіп алатын боламыз. Не болмаса, тюрканың көмегімен, яғни үккіштің көмегімен өткізіп шықсаңыздар болады. Осылай крошка ет жасау керек бастысы. Оның үстінен қопсытқыш, яғни разрыхлителімізді қосып жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа құмшекерімізді, жұмыртқамызды қосып жақсылап араластырып алатын боламыз. Қантымыз ерігенше араластыратын боламыз. Осылай шанышқының көмегімен араластырсаңыздар болады, немесе венчиктің көмегімен араластырып алсаңыздар болды. Бастысы қанты еріп, жұмыртқалы массамыз кішкене ағаруы қажет. Жаңағы дайындап алған ұнымыздың үстіне ортасына құйып, жақсылап осылай араластыра отыра, жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей, қамырымыз осындай жұмсақ песочный тесто болып шығады. Осыны жасап болған соң бірден жасасаңыздар болады, немесе тоңазытқышта 20-30 минут ұстап, одан кейін барып жасауға болады. Енді қамырымызды алып 5-6 граммнан көз шамасымен өлшеп алатын боламыз. Осындай шариктер жасап дайындап аламыз алдын ала. Барлық қамырларымызды алдын ала осылай дайындап шығамыз. Одан кейін орешницамызды алып, қыздырып алатын боламыз. Жақсылап қызған соң майлап жіберсеңіздер болады, жабысып қалмас үшін. Қызып тұрған табамызға жаңағы домалақтап дайындап алған қамырларымызды салып шығатын боламыз. Барлығын салып алып, бетін жауып 2-3 минутта пісіріп алатын боламыз. 2-3 минут өткен соң осылай қызарып пісіп шығады. Қамырларымызды піскен алып, тағы да барлық тесталарымызды осылай пісіріп шығатын боламыз. Барлығын пісіріп алдық. Көріп тұрғандарыңыздай өте көп бізде орешки шықты. Артық бөлігін осылай видеода көрсетілгендей алып тастасаңыздар болады, немесе дәл сол күйінше жабыстырып жасай беруге болады. Мен барлығы әдемі біркелкі болып шығу үшін осылай барлығын шетін кесіп, тегістеп шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Қанша мөлшерде қосу керектігі видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көріп жасай берсеңіздер болады. Барлығын кесіп дайындап алдық. Жаңағы біздің қамырымыздан осыншама орешкилар шықты. Енді ортасына қалауыңыз бойынша вареная сгущенканы майырластырып қоссаңыздар болады. Мен тек қана өзін қостым. Осылай вареная сгущенканы екі жағына да жағып шықсаңыздар, ішінде тола өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Достар, менің арнамнан көптеген оңай дайындалатын керемет мастер-класстардың, торттардың рецепттерін таба аласыздар. Сондықтан жоғалтып алмас үшін видеоның астындағы подписаться белгісін басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сол кезде жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Осымен біздің орешкиларымыз дайын, өте керемет, өте көп көлемде дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.